Ассаламу алейкум рахматулла. Бүгінгі тақырып тәнуин. Араб тілінде есім сөздің соңғы әрпінің үстіне қойылатын қосарланған фәтха, кәсра және дамма тәнуин деп аталады. Егер қосарланған фәтха тәнуині жіңішке дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, онда ән дыбысын білдіреді. Ал егер жуан дыбысталатын әріптің үстіне қойылса, он дыбысын білдіреді. Қосарланған кәсра тәнуині ин, қосарланған дамма ун дыбысын білдіреді. Енді жаттығуларға кезек берейік. Вәттән, дәурон, әдәрон, визрон, зәрвән, урзән, зәродән, изнин, ذرين ذوب آداب أرض ذوق إرداب زوج. Тәнуин тақырыбын толығырақ түсіну үшін жаттығуларды қайталап оқыңыз. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.